Ыбырай Алтынсарин. Бай мен жарлы баласы. Асан деген бай баласы, Үсен жарлы баласы, екеуі құрдас екен. Бір күні ел көшкенде қыр астында ойнап жүріп, ескерілмей, екеуі жұртта қалыпты. Бір мезгілде үйге баралық деп келсе, ауыл жоқ, құр жұрты жатыр. Асан айқай салып жылай бастады. Үсен ойланып тұрды да айтты: жылағанмен еш нәрсе өнбес, көшкен ауылды іздеп табалық. Жұртта бір көзі сынған ине жатыр екен. Оны алды, және бір пышақтың сынығын, бір-екі уыстай қыл тауып, оны да алды. Сонан соң ауылдың жұртын айнала жүгіріп жүріп, көштің кеткен сүрлеуін тауып, сол сүрлеуге түсіп жүре берді. Біраз жер өткен соң сүрлеу екі айырылды. Мұны көріп Асан жылай бастады. Енді қайсысына түсеміз? Үсен қарап жүріп біреуіне түсті. Мынау сүрлеу бүгін жүрген көштің сүрлеуі екен, малдың жас тезегі бар, деді. Біраз жер жүрген соң Асан қарным ашты деп жылады. Үсен үндемей келе жатса, екеуінің алдынан бір үйрек ұшып, ұзамай қасына қонды. Асанның онымен ісі болмай жүре берді. Үсен жүгіріп барып, сипалап жүріп, үйректің орнынан 6 жұмыртқа тапты. Асан қуанып, жұмыртқаны алайын деп еді, Үсен алдырмай: жолдан адасып көп күн жүрсек, бізге тамақ керек болар. Үйректі де ұстап алайық, деді. Асан айтты: қалай ұстаймыз? Үсен: мен әкемнің ұстағандарын көріп едім, деп, манағы жұрттан тауып алған қылдан есіп тұзақ істеді де, оны апарып үйректің ұясына құрды. Мұнан соң Асанды шақырып алып, екеуі бір таса жерге, қалың шөптің арасына барып жатты. Көп ұзамай-ақ үйрек қайта ұшып, жан жағында адам көрінбеген соң ұясына келіп қонды. Бітегенеден соң Үсен түрегеліп, жүгіріп ұяға барып еді, үйрек ұша алмай дабырлады да қалды. Қараса, үйрек мойнынан тұзаққа ілініп қалған екен. Үйректі Асан: тірі алып, ойнап баралық, деді. Үсен айтты: жоқ, әкем, үйрек, қаз адал құстар. Мұқтаждықта Құдай тағала бұларды адамға алып, тамақ етуге бұйырады. Бірақ тірілей байлап матап әуре ету обал деп айтушы еді. Әуре етпей бауыздап алалық, деп, манағы жұрттан тауып алған пышақтың сынығымен бауыздап алды. Мұнан соң келе жатып, түс ауған уақытта екеуі бір өзен судың бойына жетті. Су ішіп, сусындарын қандырған соң Үсен айтты: енді бір тамақ пісіріп желік. Асан: от жоқ, не қылып пісіріп желік, деді. Үсен үндемей су жағалап жүгіріп кетіп, бір шақпақ тас тауып әкелді, және шапанының бір кішкентай жыртылған жерінен аз ғана мақта суырып алып, оны тастың үстіне қойып, бәрін бармағына ғана қатты қысып тұрып, манағы пышақтың сыртымен тасқа қатты ұрып еді, от шығып, мақта тұтанды. Сонан соң айналасына аз ғана тезек өгіп салып, Үсен өзі отты үріп тұтандырып жатып, Асанды қу тал жинап кел деп жіберді. Тал келтірілген соң от жағып, әуелі жұмыртқаны отқа салып пісірді. Онан соң үйректің жүнін жұлып, бұтарлап, бір талдан істік істеп, үйректі отқа қақтады. Піскен соң екеуі де жесіп, тойып алысты. Тамағы тойған соң көңілінен уайымы шығып, Асан су жағалап жүгіріп кетті.
бір мезгілде дауыстады: «Үсен, Үсен, мынау тауыз жерде балықтарды қарашы!» Үсен оған қарамай, баяғы жұрттан тапқан инені отқа салды. Ине біраздан соң оттың күшімен еріп, қызарды. Сол уақытта пышақпен инені алып, ептеп иді, қармақ істеді. Сонан соң Асанды шақырып: «Сен шегіртке тере бер», деді де, өзі манағы қылдан есіп, қармаққа бау істеп байлап, талдан кесіп оған сап істеді. Сөйтіп қармағы әбзелімен даяр болған соң, Үсен суға барып, Асанның жиған шегірткесін жемге шаншып, қармағын суға салды. Су әдемі, айнадай таза су екен. Ішіндегі ойнаған балықтары көрініп жүретұғын. Әуелі шабақтар келді. Біреуі бір, екеуі екі жемді иіскеп, тиіп қашып жұлқып өтіп жүрді. Сөйтіп тұрғанда шабақтар дүркірей келіп қашты. Қараса, бір шортан келген екен. Ол шортан жемге де қарамай, тәкаппарланып, жайымен бұлғаңдап өтіп жүре берді. Шортан өткен соң, манағы бытырап кеткен шабақтар тағы жалма-жан жиылып келісіп, жемнің айналасында ойнап, бірін-бірі қуып, жемге де тиіп қашып, соғып өтіп жүрді. Сөйтіп тұрғанда, шабақтар және дүркірей қашып жоқ боп кетті. Қараса, бір бөлек алабұғылар келген екен. Жемді ең бұрын көрген біреуі тоқталмастан келіп асап кеп қалғанда, Үсен қармақты тартып алып, оны шығарып тастады. Сол қалыпша Үсен бір талай алабұға алды. Балықтың алынған қызығына айналып тұрып, балалар күннің кешке таяп қалғанын аңғармаған екен. Бір мезгілде Үсен күнге қарап: «Асан, күн кеш болып қалыпты. Жарықта өткел тауып алайық» деп, қармақпен алған балықтарын біреуінің шапанына орап алып, манағы шақпақ тасын және сабы бауымен қармағын да қалдырмай алып, енді өткел іздесті. Бұл турада Үсен кідірместен, манағы өздерінің түсіп келген сүрлеудің өткен жерін тауып алып, сол жерден өте шықты. Біраз жүрген соң ақ күн кеш болды, және біраздан соң ымырт жабылып, жол көрінбеді. Түн болған соң балалар екеуі де қорқайын деді. Сөйтсе де Үсен сыр білдірмей, енді жүрсек адасармыз деп тоқтады. Тезек теріп от жақты. Біраз отырған соң Асан, күндіз көп жүріп, шаршаған бала, ұйықтап қалды. Үсен ойлады: әкем айтушы еді, елді жердің ұрысы, далалы жердің бөрісі болады деп. Ұйықтамай, отқа күндізгі алған балығын пісіріп, ермек етіп отыра берді. Естуі бар еді, от жағып отырса, қасқыр келмейдіміз деп. Қарап отырса, бір мезгілде бір топ киік келді. Олар анадайдан одырайып қарап тұрып, өз-өзінен үркіп жөнелді. Біраздан соң құлын, тайы бары бір үйір құлан келді. Айғыры алдында басын тікшитіп, құйрығын шаншып, осқырынып, өзгелері таңданып қарап тұрды да, олар да шауып жөнелді. Бір мезгілде жақын жерде қасқыр ұлыды. Алысырақта өгіз шағала адамша шыңғырып, біресе жылаған балаша, біресе қарқылдап күлген адамша әр түрлі дауысқа салды. Үсен түйсінің кіреп, бойы мұздап, қолына манағы қармақтың таяғын қысыңқырап ұстап, және отыра берді. Сөйтіп, әр жануарларды көріп, және оттың жарығына жиналған құрт құмырсқа, көбелектерді қарап, бұл көбелек қоңыздар
неге өлім іздеп отқа түсе береді екен деп, әр түрлі ойларға қалып, сүйеніп жатып таңда тұрдым. Күн шығыста таң, әуел алтынмен бояғандай қызарып, жан жаққа жайыла барып, ақыры қызыла тарап ағара бастағанда, Үсен Асанды да оята бастады. Жүрер уақыт болды. Асан далада екенін ұмытып, үйдегі қалыбынша жуық арада оянбай ыңырсыса да, Үсен қоймай оятып алып, қасына ертіп жолға шығысты. Күн сәскеге шейін жүріп отырып, сәскеде сүрлеу бір қатаң шоқаттау жерге түсіп көрінбей кетті. Балалар енді қай жаққа жүрерін білмей дағдарып тұрды. Сөйтіп, жан жағына қарап тұрса, ілгергі алдында бір биік қыр үстінде үлкен мола көрінді. Сонда Үсеннің ойына әкесінің сөзі түсті. Далада жүріп адассаң, молалы жерде су болады, сулы жерде ел болады дейді екен. Сол ақыл бойынша Үсен Асанды ертіп, молаға қарай жүрді. Молаға жақындап келгенде, қаңқылдаған қаздың даусы шықты. Жақын жерде көл бар екенін Үсен ұқты. Өйткені қаз сусыз жерді мекен етпейді. Екеуі келіп енді молалы қырға шықты. Қараса, қырдың жығылар асты үлкен көл екен. Көлдің айналасы да, іші де жыңылдаған мал. Жағасындағы жібекте жапырылған көкірай, қора-қора қой мен жылқы. Жылқының бір парасы көл ішіне кіріп, белінен құраққа кіріп тұр. Енді бір жақ жағасындағы сортаңда бір топ түйе жатыр. Бұларды көріп балалар қырдан түсіп, жүгіріп малға келді. Келсе өз ауылдарының малы екен. Малшылар Асан Үсенді көріп, олар да қуанып, бәрі әке-шешелерінен сүйінші сұраймыз деп шауып кетті. Өзгелері балаларды атқа мінгізіп, ауылға алып жүрді. Жолда келе жатып малшылар айтты. Сендердің жұртта қалғаныңды біліп, кешеден ауылдың жан біткені іздеуге кетіп еді деді. Нақ бесін мезгілінде балалар аман есен үйлеріне келіп, әке-шешелеріне қосылды дейді.